Омегяна Тимирандася Джанан Джана Шалакая Шакшурум Литам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха. Шишетаня Манобиштам Стапитам Яна Бутали Своям Рупам Кадамахям Дадати Свапатантикам. Ванче Калпатар Каша Крипасунду Вича Патитанам Паванию Вайшнавию Йону. Раш Кришна Шетани Прабхунитанам Шатватка Кришна Садгуру Бхактивинда. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Намо Вишну Падая Кришна Кришна Талиш Мадранацам, Намо Вишну Падая Кришна Талиш Мадранацам, Намасте Сарасвати Гауравам Прачарим Шишинева Пашатядиштарим. Менің есімім Гүлмира Көшімова. Мен осы ведалық біліммен осы 6 жылдан бері айналысып келем. Біріншіден өзімді тануға, екіншіден жан-жағыммен қарым-қатынасымды, Құдайды танып, Құдаймен қарым-қатынасымды, осы рухани өмірімді алға бастау үшін осындай білімге келіп, осымен 6 жыл бойы айналысып келем. Енді бүгін сіздерге өзімнің азғантай болса да білгенімді сізбен бөліссем деймін. Бүгінгі тақырыбымыз бұл табиғаттың 3 гунасы туралы. Гуна деген не, және осы 3 гунадағы және тамақтану, қандай тамақтар жатады, ол қалай адам өміріне әсер етеді, адамның және өзінің рухани өсуіне, алдағы болашақтағы өміріне қалай әсер етеді, сол жайында қысқаша болса да сізге азғантай білгеніммен бөліскім келеді. Соған енді сіздердің нелеріңізбен рұқсат сұраймын. Қолдай отырыңыздар. Енді біз өмір сүріп жатқан фани табиғатта табиғаттың 3 гунасы бар. Гуна дегеніміз тікелей санскрит тілінен аударғанда жіп, орысша веревка, қазақша айтқанда жіп, арқан деп те алуға болады, шынжыр деп те алуға болады. Ол бізді осы фани өмірдің қасиеттерімен, бізді өзінің бір сондай қасиеттерімен шырмап осы өмірге байлау, фани өмірге. Осы 3 гуна деген, осы біздің өзімізді қоршап отқан орталарымыздағы сол әртүрлі қасиеттерге өзіміз солай әркім әрқалайша солай байланады, арқанша. Соны гуна деп атайды. Сол гуна, бұл 3 түрі бар ол гунаның, осы фани табиғаттың. Біріншісі 3 түрге бөлінеді, ол айтқанда. Бірінші тамыс дейді, надандық гунасы. Екінші раджас, ол құмарлық гунасы. Үшінші ол сатва, ол мейірімділік, я болмаса ізгілік деп те аударып атамыз, ізгілік гунасы. Енді біріншіден осы төменнен бастасақ, мысалға тамыс деген не, ол надандық гунасы. Надандық гунасы деген гунасындағы адамдарды қалай білуге болады, оны қалай өзіміздің немізді қалай білуге болады. Надандық гунасындағы адамдар ол көбінесе кішкене жалқау болып келеді, ұйқыға бейім болып келеді, олар кішкене есуастық, сондай көбіне өмірлерінің соңы есуастыққа келіп соқтырып жатады. Бұл осы тамыс, надандық гунасы деп атаймыз, осының ықпалындағы адамдар. Олар шамадан тыс, айтады аюрведада, например, аюрведаны білсеңіздер, аюрведа ол веда саласында адамның денсаулығын, өмірін зерттейтін ғылымда. Осы аюрведада айтады, адамға демалып ұйықтау үшін 6 сағат уақыт жетеді деп. Бұл надандық гунасындағы адамдар 6 сағаттан да көп, 10-12 сағатқа дейін шамадан тыс көп ұйықтайтын сондай бір қасиеттерге ие болады. Бұл айтады ғой, адамдар не ішсең, адам сонымен нетіледі дейді. Қандай тамақ жесең, сен де сондайдан құраласың дейді адам денесі. Сол сияқты надандық гунасындағы жүрген адамдар тамақтанудың да
вот үш гуны вот табиғаттың вот айттық қой, сол сияқты тамақтануда да, тағамдарда сондай ғани осындай үш гунаға бөлінеді. Соның ішіндегі вот надандық гунасындағы тағамдар, бұлар Бхагават Гитаның сондай киелі кітапта, жазбаларда 8-ші өлең, 17-ші тарау 8-ші өлеңінде, 10-ші өлеңінде, 8, 9, 10-ші өлеңінде сипаттама береді осы тағамдар жөнінде. Сонда айтылады, бұл надандық гунасындағы тағамдар, олар өте ауыр келетін, майлы, дәмсіз, бұзыла бастаған, иістенген және ішіп жеуден бұрын 3 сағат бұрын дайындалған сондай ауыр, сондай тағамдар жатады надандық гунасына. Бұл тамақ сол тамақты ішкеннен кейін адамдарда сол несіне, өзінің жаңа тамақтардың несіне қарай енжарлық, сол маубастық, сондай ненің пайда болуы да сондай тамақпен тамақтанудың себебінен болады. Осы тамақтар бізді шын мақсатымыздан, білім алудан, солардан біздің санамызды көлегейлеп, бізді сондай жалқаулыққа, маубастыққа тек қана күнделікті ішіп жеп ұйықтау сондай неге әкеліп соқтырады. Көптеген және бұл ауыр надандық гунасындағы тағамдар ауыр сырқауға және қайғы қасіретке әкеліп соқтырып жатады. Ауыр болғандықтан, энергиясы өте ауыр болғандықтан сондай. Және адамдар өте ашушаң, ызақор болып келеді. Және айтады, өмір жасын қысқартады, адамның санасын хайуани деңгейге дейін солай құлдыратады деп айтылады. Бұл осындай надандық гунасындағы тағамдардан бірден бір бас тарту, ол біздің алға қарай ұмтылуымызға, алға қарай жақсы өмір сүруімізге бірден бір қадам болып табылады өзімізден. Ал бұл надандық гунасына қандай тағамдар жатады? Соған енді тоқтала кетсек, бұған барлық ет тағамдары, сонымен бірге балық және жұмыртқа тағамдары жатады. Және арақ, шарап, наркотик, темекі сияқты сондай шылым сияқты сондай тағамдарды жатады. Және бұған пияз бен сарымсақты да қосуға болады. Себебі аюрведада айтады, сарымсақ пен пиязды біздер тек қана емдік шара үшін ғана қолдануымыз ғана керек екен. Сол ет тағамдарын жеу, арақ, шарап ішу, оларды қоятын, екеуі бір-бірімен өте тығыз байланысты. Егер ет жеуді қоятын болсақ, бізге адамдардың арақ ішуге деген қажеттілігі, құмарлығы да өзінен өзі кетіп қалады деп айтылады. Сонымен бірге осы ет тағамдарымен, осы ауыр тамақтардан басқа, сонымен бірге жеміс, бұзыла бастаған, өте пісіп кеткен, или піспей қалған жеміс жидектер жатады надандық гунасындағы тағамдарға. Бұлар енді өзіміз көріп отырғандай, асқазанның тамақ қорытуына өте кері әсерін тигізеді. Сосын ол асқазанда дұрыс қорытылмағандықтан ол адамның енді бірден бір ауру сырқауларға әкеліп соқтырады. Енді ол өте белгілі нәрсе да өзімізге де. Сонымен бірге кофе, шай, шоколад сияқты нәрселерде ол жатады надандық гунасына. Себебі олар тәуелділікке, адамды сол тағамға тәуелділікке, зависимость дейді, тәуелділікке бірден бір өзін тәуелді боласың да. Қазір енді кока-кола деген нәрселерде көп ішеді ғой жас балдар. Олардың бәрі сол адамға зависимость, тәуелділікті, одан сайын сол тағамға тәуелділігін арттыра береді. Сондықтан бұл тағамдарды надандық гунасындағы тағамдарға жатқызуға болады. Содан бір айта кететін нәрсе, бұл осындай надандық гунасының тамақтанған адамдар ол санасы да өте төмен болып бастайды. Олардың санасы жоғарыламайды. Олар күнделікті тек қана ішіп жеу, ұйықтаумен енжарлық пайда болады. Осындай нышандармен белгілі надандық гунасында жүрген адамдар. Және бұл гунада енді арақ, шарап, наркотик сияқты заттарды адамның еліртіп, есінен аздыратын, есінен тайдыратын заттар
Бұлар әрине бұл жақсылыққа апармайды да. Осыны ішіп жеп жүргеннен кейін бұл адамдар өмірінің соңында олар өте қайғылы жағдайларға ұшырайды, тосын өлімге келеді, или өмірде жалғыз қалып тек қана өмірлерін сондай зорлы зомбылықпен, сондай өліммен аяқтап жатады да, өкінішке орай. Бұл енді надандық қунасындағы нәрселер тоқталғаным. Екіншісі раджас дейді. Раджас ол құмарлық қунасы дейді. Бұл енді надандық қунасына қарағанда сәл жоғарырақ тұрады. Бұл гунадағы адамдарды қалай білуге болады, өзімізді сипаттауымызға да болады. Бұл өте қазіргі заманда өркендеген, дамып кеткен адамдар тек қана ақша табу үшін, жақсы өмір сүру үшін, көп фәни тілектері көп, сол тілектерді орындау үшін, жақсы үйде тұрсам, жақсы әйелім болса, жақсы балам болса, жақсы жұмысым болса, жақсы машинам болса деген сияқты сондай тілектермен, көптеген тілектері көп болғаннан, олар дамыл таппай күні түні еңбектенуге тура келеді. Қиналып, терлеп, тепшіп өмір сүруге тура келеді. Тыным таппай жұмыс жасап, сол ақша тауып, осы тілектерімді, фәни тілектерімді осы қанағаттандырсам деген оймен жүретін адамдар, соның ықпалында жүрген адамдар. Бұлар сондықтан олардың құмарлық деп өзінің аты айтып тұрғандай, құмарлық қунасындағы адамдар, олар сезім мүшелерін сол қанағаттандыруға өте әсерін тигізеді да. Бұл сезім мүшелерін қанағаттандыруға өте күшті мән береді. Және бұған ықпал ететін именно осы құмарлық гунасындағы тағамдарда сол біздің сезім ләззатымызды өрши түседі, соны қанағаттандыруға, соған етуге бір күшейте түседі да, біздің сондай сезім мүшелерімізді, соған ықпалын тигізеді өте қатты. Бұл құмарлық гунасына барлық ащы, қышқыл, тұзды тағамдар, маринадталған тағамдар, қатты майға қуырылған қуырмаштар, және кейбір көкөністер, мысалға помидор сияқты, баклажан сияқты, және ащы бұрыш сияқты осындай жеміс көкөністер жатады. Және бұған еще тағы да осыған даже шай, кофеларда осы құмарлық гунасына да жатады. Бұндай тағамдар енді бұлар көбіне ауру сырқауға, қайғы қасіретке әкеліп соқтырып жатады. Себебі және бұл жайында тоже Бхагавад-гитаның 17 сарауында 9 өлеңінде анық жазылған. Сол бұл құмарлық гунасындағы тағамдар, бұл адамның өзінің несіне қарай, энергиясына қарай да ащы, қышқыл, сондай адамның сезімін күшейтетін тағам болғандықтан, олар адамның ойын, тәнін бір мазасыз күйге түсіріп, сондай өзі бір тепе-теңдікті адамның санасы мен ойының тепе-теңдігін бұзып, бір мазасыз сондай бейжай күйге түседі. Сондықтан олар көбіне сондай шамадан тыс активны өмір сүреді да, бұндай адамдар. Енді бұл айтып жатырмыз жаңа надандық, жаңағы құмарлық, ізгілік гунасындағы тағамдардың бәрі, бұның бәрі біздер өзіміз не үшін берілген бізге? Біз өзіміздің тамақ диетамызды жөндеп, өзіміздің тамақтануымызды жақсы жағына қарай көтеру. Сол үшін біз осыларды біліп, қандай не жататынын өзімізді жоғары қарай бір саты болса да көтеріп, ізгілік гунасына түсіп, ары қарай өзіміздің рухани санамызды жоғарылатып, рухани өсуімізге көптеген септігін тигізеді, ықпалын тигізеді. Кей кезде ізгілік гунасындағы тағамдарды біз және бұл жерде біз қалай тамақтанамыз, ол да сол гуналарға байланысты. Егер біз ізгілік гунасындағы тамақтарды
жеген кезде асығыс үсігіс бір жағымсыз жерлерде жейтін болсақ, ол да құмарлық қунасына әкеліп соқтырып жатады. Сонда біздің тек тағамдар емес, оны қалай біз қабылдауымыз керек, ол жағына да көбірек мән беруіміз керек. Ол да сол септіктер тигізіп жатады, соның құмарлық қуна. Содан кейін енді жалпы құмарлық қунасындағы тағамдар адамдарға ең біріншіден нәпсі құмарлық, ашу ызаға бейімдік, сараңдық, өзімшілдік, біреулерге зорлық зомбылық көрсету, сондай қасиеттерді адамдарға күшейте түседі. Соған ықпалын тигізеді көбірек. Сондай қасиеттер пайда болады. Сондаймен құмарлық қунасымен көбінесе тамақтанатын адамдар осындай жаман бір фәни қасиеттерге ие болады. Бұл қасиеттер ешқандай жақсыға келмейді. Адамдар бір-бірімен бір-бірімен қатынасында кері септігін тигізіп жатады. Сосын Құдай тану өзіңнің бір жоғарылап, бір рухани жолға түсуіңе де бірден бір қашықтатып сені одан әрі сайын сені қашықтатып кішкене кері әсерін тигізіп жатады. Енді бұл құмарлық қунасындағы адамдар жаңа айтқандай сезім мүшелерін қанағаттандыруға, сезім ләззатына бөленуге күшті мән беретіндіктен, бұлар көбіне тынбай еңбектеніп жатады да, тура келеді еңбектенуге, тынбай еңбектеніп тұрады. Сондықтан олар осы фәни харекеттің шынжырына одан сайын шырмалып, өздерін осы фәни өмірде сол шырмауға одан сайын қаттырақ шырмалана түседі, түскен сайын. Бұл енді көбінесе құмарлық қунасы қалалық жерлерде, мегаполистарда адамдар көбіне осындай құмарлық қунасында өмір сүреді. Содан кейінгі үшінші енді неміз ізгілік қунасы. Ізгілік қунасы дегеніміз аты айтып тұрғандай, уже сатва. Бұл басқа гуналарға қарағанда бәрінде тазарақ болып келеді, таза. Бұндағы адамдар, бұл ізгілік гунасындағы адамдар өте білімге құштар болып келеді, және өздерінің бұл гунаның ықпалында жүрген адамдар өздерінің бүткіл істеген күнәларының салдарынан азат етеді. Егер ізгілік гунасына көтерілетін болсақ, біз біліммен сондай шаттыққа кенеліп жүреміз, қуанышта боламыз, және біз өзіміздің істеген күнәларымыздың салдарынан да арылып, жоғары көтерілеміз. Бұлардың енді басқа гуналарға қарағанда, екі гунаға қарағанда, бұндай адамдар білімге құштарлығы көбірек болады. Білімге құштар болады бұндай адамдар. Бұл ізгілік гунасындағы енді тағамдарда олар өте шырынды, майлы, дәмді, жүрекке жағымды болып келеді тағамдар. Бұл енді Бхагавад-гитаның 17-ші тарауының 8-ші өлеңінде анық айтылған. Бұлар енді сол тағамға байланысты біз бұл тағамдар адамның өмірін жақсартады, керісінше адамның өмірін ұзартады, санамызды тазартады, күш қуатымыз көбейеді, сондай денсаулығымыз жақсарады, сондай бақыт пен қуанышқа бөлейді адамды, көңіл күйі көтеріңкі болады, және бір қанағат, құмарлық қунасындағыдай андай тыным таппай, дабыл таппай неміз тыныш, бір сондай қанағат пайда болады біздің өмірімізде. Және бұл ізгілік гунасы бізге адамдарға медитациямен айналысуға, рухани дамуымызға көп ықпалын тигізеді, және ондай адамдарда мейірімділік, бір адамдарға қол ұшын беру, көмектесу, қамқор болу деген сияқты сондай өзінің сондай қасиеттерге ие болады. Енді бұл ізгілік гунасындағы тағамдарға ең біріншіден
көкөністер жатады, жеміс жидектер жатады, сүт және сүт өнімдері жатады, астық дақылдар жатады, және барлық бұршақ тұқымдас дақылдар жатады, және жаңғақ түрлері жатады. Ең сүттен жасалған өнімдер бұл ең мерімді сатвикалық тамақ болып табылады. Ең осы ізгілік бунасындағы ең ізгілік бунасындағы ең сатвикалық, ең маңызды тағам болып табылады. Енді қазіргі заманда сүтті көбінесе айтып жатады. Ол енді аюрведаға мен ілімімен салыстырғанда ол кішкене қарама қайшы келіп жатады. Себебі сүтті қазір айтады, үлкен кісілерге ішкенде қорытылмайды, ауырлау болып келеді деп жатады. Негізінде сүт ол айдың энергиясымен қорытылатын нәрсе, сондықтан оны біз дұрыс пайдаланып, дұрыс ішіп білуіміз керек. Егер сүтті кешкісін күн батқаннан кейін ысқылтым қылып, жаңағыдай тәтті дәруіштермен әрлеп ысқылтым ішетін болсақ, бұндай сүт ол адамның денесіне, нерв клеткаларына өсуіне және оны тыныштандыруға өте пайдасы бар. Және біздің нәзік деңгейде бірден бір надандық бунасынан көтерілуімізге септігін тигізеді. Бірден бір ем деп айтады. Сонымен бірге енді сүттен басқа бұл бунаға тағы маңызды тағамдардың бірі астық дақылдар. Жаңа айтқандай, оларға жүгері, бидай, күріш, сұлы сияқты, тағы да сол сияқты астық дақылдар жатады. Олар енді бізге күш береді, денемізге күш қуатын молайтады және қажетті көмір суларымен қамтамасыз етеді организмімізді және бір күш қуат береді. Сонымен бірге жаңа айтқандай бұршақ тұқымдастар және жаңғақтардың түрлері жатады. Сосын жеміс жидектер, көкөністер жатады. Бұлардың бәрі енді таза болғандықтан біздің санамызды оятып, білімге деген құштарлығымызды күшейтіп, көптеген ауру сырқаулардан бізді сақтайды. Және бұл осы ізгілік бунасымен жүрген адамдар өмірлерінің даже қартайып күштері, денесі күші азайғаннан кейін де, азайған сайында олар наоборот керісінше алдыңғы буналарда шырмала беретін болса, бұлар керісінше ізгілік бунасындағы адамдар пани денесі қартайған сайын олар азат бола бастайды пани шырмаудан. И ол өздерінің өсе келе өздерінің сезім ләззаттарын алуға деген нелерін, сезім ләззаттарын алуға, тежеп алуға, и өмірлерінің соңында сол көбіне сондай жақсылыққа, сондай рухани көтерілуге сондай нелер пайда болады. Құлшыныстары пайда болады рухани өсуге, рухани дамуға, сондай құлшыныстары пайда болады. Бұндай адамдар даже өмірлердің соңында да оларды жақсы адамдар қоршап, жақсы адамдардың қамқорында болып, барлық уақытта сыйластықпен, саналы өмірмен өмірлерін аяқтайды ізгілік бунасында адамдар. Бұндай ізгілік бунасына енді бұл еш несі бұзылмаған пәк табиғат аясы жатады және селолық жерлер, сонымен және көптеген храмы бар, мешіттер бар, орналасқан жерлер. Сол именно ізгілік бунасында деп аталады. Енді бұлардың бәрі бұларды гуналарды біліп, өзіміздің қай неде жүргенімізді біліп, гунада жүргенімізді біліп, әрі қарай
және өзіміздің ары қарай жоғарылау үшін, санамызды жоғарылату үшін көптеген осындай тамақтардың да ықпалы бізге жаңа айтып кеткендей ықпалы көбірек әсер етеді. Сондықтан шамамыз келгенше ондай ізгілік астында тамақтанып, біздің өміріміз тек қана ішіп жеу, жануарларша ішіп жеу, ұйықтау емес, сондай өзімізге деген сондай өмірге деген рухани көтерілуге, рухани дамуға, Құдайды тануға, Құдай жолындағы білімдерді алуға, ілімдерді алуға, соларды білуге, соған құлшыныс пайда болсын деп осылай дұрыс тамақтануымыз да осы құлшыныстарымызға осылай етуімізге көп пайдасын тигізеді. Сол енді бізде айтып жатады, ең абзал тамақ, ас, бұл барлығын бұл Құдайдың түп тұлғасына шын ниетпен ұсынылған астың сарқытын ішу болып табылады. Сондықтан өзіміз шын махаббатымызбен осындай ізгілік астындағы сүт, көкөніс, жеміс жидектерді дайындап, шын махаббатымызбен беріле ұсынған тамақ бізді асты қабылдасақ, біз өмірдің ең басты мақсатына, ең кемел шыңына жетеміз. Харе Кришна.